Үшінші тапсырма. 7 монета шеңбер бойымен орналасқан. Қатар орналасқан 4 монета жалған екені және нағыз монетадан жеңіл екені белгілі. Бір рет өлшеу арқылы жалған 2 монетаны анықтаңыз. Енді бізде 7 монета бар, бірақ оның 4-еуі жалған, 3-еуі нағыз. Яғни 4 жалған, 3 нағыз монета бізде бар екен. Осыларды бір рет өлшеу арқылы жалған 2 монетаны анықтаңыз деп тұр. Яғни бір рет өлшеу арқылы біз анықтауымыз керек. Енді бір рет өлшегенде менде ол қалай өлшенуі мүмкін деген сұраққа тоқталайық. 7 монетаны 3-3-тен бір топ қылайық та, және бір монетаны сыртқа қалдырып қояйық, яғни табақшалы таразыменен. Демек, мына жақта бізде болуы мүмкін жағдайларды қарастырайық. Болуы мүмкін жағдай, яғни мына жақта нағыз монета бір жағына жиналып қалып, ал бір жағына жалғандар тұрып қалуы мүмкін, яғни жалған және жалған. Олай болатын болса, осы екеуін не істейміз? Салыстыратын боламыз. Салыстыратын болсаңыздар, нағыз жағын есеп кетеді. Мынаны басып, үлкен ауыр ғой, себебі мынадан ауырлығын көрсетіп қояды. Ал бізге табақшалыға тартылмай қалған ол жалғанның біреуі. Немесе осылардың тағы да орналасуы қандай түрі бар? Нағыз монета, жалған монета және бір нағыз монета болып қалуы мүмкін сол жағында. Ал оң жағында жалған болуы мүмкін. Енді қараңыздар, бізде 4 жалған бар. Біреу, екеу, үшеу, 4 жалған бар, 2 нағыз болып қалды. Демек, табақшалы таразға тартылмай қалған тиын ол нағыз монета деген сөз. Мұндай жағдайда не болады? 2 нағыз, 1 жалғаны бар, ал мыналардың барлығы жалған. Демек, бізде тағы да сол жағы үлкен болып кетеді. Үшінші жағдай, нағыз монета, жалған монета және нағыз монета. Ал оң жағында 1 нағыз, 2 жалған монета болсын. Ал табақшалы таразға тартылмай қалатын бұл жолы жалғаннан 3-еу тұр, демек 1 жалған табақшалы таразға тартылған жоқ. Мұндай жағдайда не болады? Мұндай жағдайда да бізде сол жағы ауыр болып кетеді. Себебі мына жақта 2 нағыз монета бар, ал мына жақта нағыз монетадан біреу ақ. Сол себептен сол жағы ауыр болып кетеді. Мыналардың барлығы біздің табақшалы таразға түсудің бір жағдайы деп қарастыра аламыз. Яғни бұл бір жағдайда осылай түсуі мүмкін. Осылардың кез келген, осы үшеуінің кез келген бір жағдайы түсе алады. Немесе екінші жағдайы бар, бұның түсуі мүмкіндігінің. Ол нағыз монета, жалған монета және жалған монета болып түссін бір жағында, ал екінші жағында нағыз монета, жалған монета және жалған монета болып тағы бір рет түссін. Ал 4 жалған монетамыз тұр, нағыз монетадан 2-еу тұр, демек таразыға түспей қалатын бұл жолы нағыз монета деген сөз. Бұндай жағдайда бұл екеуі бір-бірімен теңеседі. Себебі мына жақта да 2 жалған, мына жақта да 2 жалған. Бір шынайы, бір шынайы. Бұндай жағдайда бұл екеуі міндетті түрде теңеседі. Ал теңесіп қалған жағдайда сыртта қалған монета ол міндетті түрде нағыз деген сөз. Енді қараңыздар. Біздің мына жағым, оң жағымыз әрдайым барлық жерде оң жағы басып тұр, ал сол жағында жалғандар тұр, Енді мына жақта қарасаңыздар, кем дегенде мына жақта қанша бар? Ең көп жағдайда 3-еу бар мына жақта. Жалған монета 3-еу тұр. Ал мына жерде де 3-еу тұр, 3-еу көрсетіліп тұр. Мына жерде 2-еу көрсетіліп тұр, ал мына жағдайда да 2-еу көрсетіліп тұр. Мынау сыртындағыларды қоспағанның өзінде, табақшалы таразының өзіне қарағанда. Енді қараңыз, бір рет өлшеу арқылы 2 жалған монетаны дейді. Демек, біз мына жақта кем дегенде 2 монета бар екен білеміз. Мына жағдайдың өзінде оң жағында кем дегенде 2-еу деді, бірақ бұл жерде 3-еу тұр. Мына жағдайда да кем дегенде 2-еу деді, ал бізде 3-еу тұр. Мынандай жағдайда кем дегенде 2-еу деді, кем дегенде міне 2-еу тұр. Ал мынадай теңесіп қалған жағдайдың өзінде де кем дегенде оның оң жағында 2 жалған монета болатынын біз білетін боламыз. Келесі, үшінші тапсырма. 101 монета бар. Оның біреуі жалған, бірақ жалған монетаның ауыр немесе жеңіл екенін білмейміз. 2 рет өлшеу арқылы жалған монетаның ауыр немесе жеңіл екенін анықтаңыз. 101 монетаны біз 50-50-ден 2 топқа бөлейік. 50 монета және сыртына 1 монетаны қалдырып қойдық. Мына екеуін салыстырамыз. Бұл екеуін салыстырған жағдайда бізде міндетті түрде не оң жағы, не сол жағы үлкен болып кетеді. Себебі, егер ол жалған монетаңыз жеңіл болып қалса, ондай жағдайда да бұлар теңеспейді, ауыр болып кетсе де бұлар теңесе алмай қалады. Демек, міндетті түрде бір жағы теңеседі немесе теңеспейді. Енді біз теңеседі деп жалған монетаны жеңіл деп есептесек, онда мына топты қарастырамыз. Егер жалған монетаны ауыр десек, онда мына топты қарастырамыз. Жеңіл деп есептеп көрейік. Демек, бізде 50 болып шықты. Мынаның ішінде тұр.
Енді не істейміз? 50 дегенді тағы да 25-25-тен тағы бір рет топтастырамыз. 25 қылып. Мұндай жағдайда біз жалған монетаны жеңіл деп есептейтін болсақ, онда ол мына жақта да дәл осындай жеңіл болып қалу керек. Яғни біз мына жақта деп айттық қой жалған монетаны. Демек ол әлі де мына жақта болу керек. Яғни сіз жасаған кезде, яғни бір рет және екінші рет есептеген кезде, ол екі жағдайда да жеңілдігін көрсету керек. Ал болмайса, бағанағындай 50-50-ден топтастырған кезде оң жағы ауыр болып кетсе, онда ол екінші жолы топтастырғанда 25-25-тен ол тағы да өзінің ауырлығын көрсету керек. Яғни мына жағдайда да ол ауыр болса, екінші жағдайда да ауыр болады. Ал бізге табақшалы таразға екі рет өлшеу арқылы деп айтты. Яғни бір рет өлшедім, дәл сондай кіші болып қалды. Екінші рет өлшегенде де, яғни тағы да солай көрсетті. Екі рет өлшегенде де кіші болып көрсететін болса, демек біздікі жеңіл деген сөз. Ал үлкен болып қалатын болса, онда монетамыздың ауыр екенін біз аңғара аламыз.